Ресей, Калуга облысы, Палатки ауылы, Мырзаның трансфигурациясының шіркеуі. Шіркеу 10 ғасырдың аяғында салынған деп есептеледі. Ғимарат ішінде бірде-бір жылыту құрылғысы жоқ. Пеш немесе басқа жылыту жүйесі жоқ. Мүмкін жылыту құрылғыларын сындырып алып кеткен шығар. Алайда құрылыс кезінде жоспарланған жылу жүйелерінің ізі табылмады. Пеш үшін арнайы бөлме, тауашалар, ауа өткізгіштер, мұржалар жоқ. Бұл шіркеу салынған кезде оны ешкім жылытпайтын болды. Ресейде қатты қыс пен аяз болмаған жылы климат болды. Содан ауа райы нашарлап, суытып кетті. Бізге біраз жылыту керек болды. Металл пеш шіркеуге кіреберістің жанына ішкі жағына қойылды. Жылыту құрылғылары суық ауадан термиялық перде жасау үшін кіреберісте орналасқан. Бұл жерде пеш болған. Міне, қабырғаға тесілген мұржаның кіреберіс тесігі. Жақынырақ қарау қызықты. Баспалдақ дірілдеп тұр. Оның астына кірпіштің бір бөлігін салу керек. Кірпіштердің сынғанын көріп тұрсың ба? Кірпіштер қара күйемен жабылған. Осы арна арқылы түтін шықты. Бұл кеңістіктің бәрі қабырғадан сынған. Шіркеу қабырғасында құбыр жасау үшін бөлменің бүйірінде жұқа қалқа жасалды. Бөлім басқа түсті кірпіштен жасалған. Бұл кірпіштердің қабырғадағы кірпіштерден айырмашылығы анық байқалады. Ертіндінің түсі де әртүрлі. Қабырғадағы ертінді ақ түсті. Және бұл шешім ашық қоңыр түсті. Құм сияқты төгіледі. Шіркеу салынғаннан кейін бұл мұржаның қабырғаға тесілгені анық. Суық болды. Бөлмені орыс қысына бейімдеуге тура келді. Ғылым адамдардан соңғы уақытта күрт суыған фактіні жасырады. Бірақ тарихи ғимараттарда біз басқа климаттың дәлелдерін көреміз. Бұл ғимараттар салынғаннан кейін климаттың күрт өзгергенінің дәлелі.